Естеріңізде ме жоқ па, көктемде осы өзен қатты тасып ағып жатқанын видеоға түсіріп, осы әлеуметтік желіге өзіміздің парақшаға салған болатынмын. Енді қазір сол тасып тасқын боп жолдың үстіне дейін шығып кете жаздап тұрған өзен қайтадан сабасына түсті. Жиегінде кеп адамдар балық аулап жүр. Жас балалар, үлкендер, қаладан шаршағандар далаға кеп қармақтарын салып демалып жүр. Бүгін күн ыстық болып тұр негізі. Жел жоқ, тып-тыныш, тұп-тұнық болып тұр ауа райы. Ал бұл сол кездегі тасып тасқын болып өткел бермей жатқан өзен қазір жұп-жуас, тып-тыныш болып қалды. Биік-биік қабақтарын қарасаңыздар, осы қабаққа көтеріліп керемет болып тұрды. Адамдар жиегіне толған, балық аулаған. Бұл жақта кәдімгі күнде базар, күнде той сөйтіп тұрады. Қазір тынышталды.